Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Біржан. Менің кезекті видеома қош келдіңіздер. Және бүгінгі видеода видеоның атауынан көріп тұрғандарыңыздай, менің идеалды таным қалай өтеді деген видео болмақ. Ендеше көп созбай видеоны бастайық. Мен таңғы сағат 4-те ұйқымнан оянамын және ұйқыдан ояна сала бірден төсек орнымды жинауға кірісемін. Төсек орнымды жинап болғаннан кейін ұйқымды ашып алу үшін беті қолымды бір жуып аламын. Және сонымен қоса тісімді де тазалап аламын. Тісімді тазалап болғаннан кейін артынша тан құлшылығы үшін дәрет алып тазаланып аламын. Тан құлшылығынан кейін ағзамды оятып алу үшін бір стакан су ішіп, артынша кішігірім жаттығу істеп аламын. Ал достар, жаттығуды істеп болдым. Енді келесі кезекте мен қазір шашымды жуып алатын боламын. Шашты жуымаса болмайын деп тұр. Мына майы деген через экран көрініп тұрған шығар сіздерге. Мына маймен бір тамақ істеп алуға болады енді. Вот қазір бізде дала енді таң атып келе жатыр. Көріп тұрған шығарсыздар, жаймен қою көк болып. Вот енді қазір шаш жуып аламын. Шаш жуғаннан кейін не істейтінімді көретін боласыздар. Ал достар, мен шашымды жуып болдым. Қазіргі таңда шашым ылғал болып тұр. Енді шашым кепкенге дейін қазір мен бірінші кезекте күнімді жоспарлайтын боламын. Вот жоспар 16-сы, қазанның 16-сы бүгін. Енді күн жоспарлау по-любому керек. Күніміз өнімді өту үшін, хаос болмау үшін мида. Вот қазір күнімді жоспарлаймын. Одан кейін екінші кезекте кітап оқитын боламын. Мен жалпы негізі кітап оқимын. Бірақ енді қазіргі таңда кітап көп оқымай кеттім. Бірақ менің идеалды күнімде кітап оқу әдеті по-любому болады. Вот кітап оқимын, күнімді жоспарлаймын. Вот кеттік в общем. Так, достар, мен қазір кітап оқитын боламын. И менің оқитын кітабым ол осы «Тонкое искусство пофигизма» деген кітап. Мен бұл кітапты всегда бастап тастап кете беремін. Вот, енді уақыты келді, қайтып бастайын деп жатырмын. Ал достар, мен кітап оқып болдым. Шашымда нормальный күйіп қалды жалпы. Былай далаға қарасаңыздар уже көрініп тұрған шығар, уже күн шығып нормально оқып қалды. Жарты сағаттай оқыдым примерно кітапты. Сағат қазір бізде 6-тан 50 ма кетіп жатыр. Негізінде сағат 4-те тұрған болатынмын мен. Но енді видео түсіріп былай жүрген кезде енді біраз уақыт өтіп кетті. Қазір енді келесі кезекте мен тренировкаға баратын боламын, залға. Вот енді қазір киімді жинап, креатин ішіп, залға баратын боламыз. Ал достар, суды толтырып алдық. Енді тренировкаға кеттік. Ал достар, мен тренировкаға бара жатырмын. Шапка киіп алдым, қазанның 16-сы. Бірақ Алматыда енді салқын деген ұрып тұр негізі. Даже ішінде менің үстімде и астымда полный термобилі киіп алдым. Қазір енді мектепке баратын балалармен жағаласып, тренировкаға автобусқа мінетін боламын.
Ал достар, мен тренировкадан келіп тамағымды ішіп алдым. Жалпы достар, осы тренировка менің идеалды танымның соңғы әдеті болған болатын. Жалпы енді бұлай жалпылама алып қарайтын болсақ, менің идеалды таным жалпы қалай өтті. Біріншіден ол менде ұйқыдан тұра сала бет-қолымды жуып, дәрет алып, ол таңғы құлшылықтан бастау, яғни таң намазы. Бұл мен үшін енді күнім берекелі өту үшін идеалды күнімде енді міндетті болу керек. Жалпы нәрсе ғой, енді әдет дейм ба, қалай айтсам болады. Так, менде екіншісі ол су ішу және де кішігірім жаттығу істеу. Одан кейін шашымды жуып, жоқ, шашу жатпайды. И так жуамын ғой шашымды. Одан кейін шашымды жуып күнімді жоспарлау. Одан кейін кітап оқу. Вот осы 5 әдет. Одан кейін ең соңғысы бізде кәдімгі 2-2,5 сағаттық тренировка. Осынша менде вот 6 әдет болды жалпы идеалды танымда. Бұлай қарап тұрсаңыздар, енді бір таңның өзінде бір шама нәрсе бітіруге болады негізінде. Әрине, егер тәртіпті ұстанса. Ескерте кететін нәрсе достар, менің әр таным енді осылай өтеді деп ойлап қалмаңыздар. Бұл тек қана енді мен идеал таным болатын болса, ол қалай өтетін еді деген сондай бір тақырыптағы видео ғой. Бірақ жоқ, мен барлық таным бұлай өтпейді. Бұйырса енді осылай өткізуге тырысамын барлық танымды. Но әрдайым бұлай өте бермейді. Вот осылайша достар, видео өзінің соңына да келді. Видео ұнады деген ойдамын, көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Келесі кезекте енді бұйырса менің идеалды бір күнім қалай өтеді деген видеоны түсіріп қалармын. Оны алдағы уақытта көре жатармыз. Видео ұнап, көңілдеріңізден шыққан болса, лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп жіберіңіздер. Ал ендеше қоштаспаймыз, келесі кездескенше.